Тайт, қолыңды сілкіме, жаман болады. Ой, субханалла, оны қайдан шығардыңыз? Дәлеліңіз бар ма? Сіз білесіз бе, қолыңды жуып болған соң сілкуге болмайды. Қолымызды жуғаннан соң сілкей қалсақ, үлкендер тайт, қолыңды сілкіме деп тиіп тастаушы еді. Сонда неге деп сұрасақ, тамшылар шайтанға айналып сені қуат дейтінді. Бірақ одан әрі артық оны анықтай түсетін мәлімет бермейтін. Қолды жуғаннан кейін сілкілемеу. Пайғамбарымыздың қолын жуғаннан кейін қалай кептіргені жайында сахаба Қайыс былай дейді: Расул Аллах саллаллаху алейхи уассалам біздің үйімізге келді. Тамақтан соң қолын жуу үшін су әкелінді. Пайғамбарымыз қолын жуған соң оған орамал ұсынды. Ол орамалды алып қолын сүртті. Мұсылман ғалымдар осы хадисті негізге ала отырып, қол жуып болған соң қолды сілку мәкрух деген. Хазірет пайғамбардың сүннетін қалт жібермеуге тырысқан үмбет қолын жуғаннан кейін сілкімей, орамалмен, сүлгімен сүртіп, құрғатуды жөн көрген. Ал енді медициналық зерттеулердің не дейтінін білесіз бе? Тері аурулары дәрігерлері қолды жуғаннан соң кептіргенді жөн дейді. Себебі қол терісіндегі сызықтарда қалып қойған микробтар соңғы сығынды сумен шығуы ықтимал. Егер сол кезде қолды сілкіп, тамшысын шашыратсаңыз, сол тамшы арқылы өзге жерге барып түседі. Тамаққа, нанға тамса ол өлмейді. Сол арқылы өзгенің ішіне түседі. Тіпті сүлгінің өзін көп адам пайдаланбай, бір реттік орамалдарға сүртінген абзал дейді. Міне, сырт көзге ерсі көрінген қол сілкудің астарында осындай діни де, ғылыми да дәлел жатыр.